Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді болып шығатын пекин капустасы қосылған дәмді салат дайындайтын боламыз. Барлығын алдын ала дайындап алдым. Бізге керек құрамдар осындай пекин капустасы, 2 қызанақ, 3 жұмыртқа, қалауыңыз бойынша алсаңыздар болады жұмыртқаны. Оны жақсылап қайнатып алатын боламыз. Және жүгері, майонез, тұз қажет. Өте ерекше, өте дәмді болады. Дастархандарға осылай дайындап қойсаңыздар қонақ күткенде. Өте дәмді салат. Ең алдымен пекин капустасын барлығын жіңішке етіп турап шығатын боламыз. Ыдысымызға салып, қызанақты өзіңіздің қалауыңыз бойынша турап шықсаңыздар болады. Осылайша барлығын турап дайындап аламыз. Өте қарапайым, өте оңай, дәмді салат болып шығады. Достар, менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды және менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Жұмыртқаны да 4 пішті етіп турап шығатын боламыз. Оның үстіне жүгерімізді қосамыз, дәміне қарай тұз қосамыз және майонезімізді қосып салатымызды толық даярластырып шығамыз. Қонақ келіп қалған жағдайда бірден дайындап қойсаңыздар болады. Өте әдемі, өте дәмді болып шығады. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сізде дәл осылай дайындап көріңіздер, ас болсын.